Бүгінгі сіздерге беретін пайдалы ақпаратым, достар, ақшаны, артық ақшаңызды сіз қай банкке жинайсыз? Көбінесе қазір Каспий банкке жинайды, өйткені ай сайын күшті ақша беріп жатыр да, және отбасы банкқа жинаймыз. Енді осы екеуін салыстырайықшы, кеттік. Жалпы Каспий деп айтып отырамын, бірақ шын мәнінде басқа банктегілерде де проценттер примерно осындай болады да. Мысалға, мен екі вариант қарасам, 13-те 2-мен берген кезде сияқысы, және 14-те 1% болған кезде. Енді қараңыздаршы достар, 13-те 2-мен болғанда 3,5 миллион теңге ақша салып қойған клиентті қарастырып отырмын да, Каспийге салған жағдайда, отбасы банкқа салған жағдайда. Енді Каспийге салған кезде 3,5 миллион теңге салсаңыздар, айына 38.500 теңгеден түсіп отырады. Ай сайын, одан кейін ай сайын ол көбейе береді, егер алмасаңыздар, және ең соңында 43.400-ге түсетін болады, беретін болады. Ал енді Каспийде 14-те 1-мен қалатын болса, 41.100 болатын болса, кейін 46.700 беретін болады. Жалпы 4 миллионнан астам ақша жинап алады екенсіздер. Ал енді дәл осындай 3,5 миллион теңгесі ақшасы бар адам алады, отбасы банкқа салып тастаған жағдайда, қараңыздаршы, оның 2% бергеннен кейін отбасы банк оған 5.800 ғана түседі. Ол және капитализация болмайды, тек 3,5 миллионға ғана вознаграждение түсіп отырады да, бірақ сол 5.800 бір жыл бойы жиналатын болса, 70 мың теңге қосылады екен. Сонда 3 миллион 570 мың теңге жиналады, және госпремиясы бар 157 мың, ең соңында 3 миллион 727 мың теңге ақша жинап алады екен. Бұл әрине отбасы банкта тек бір адам ғана салған жағдайда. Енді өздеріңіз білесіздер, семейный пакет деген бар. Ол 3,5 миллионды кемінде 3 адамға салуға болады, даже 4 адамға да салуға болады. Сол кезде 3,5 миллионға 20%-ыңыз тағы да 700 мың теңге қосып алуға болады. Сонда мына жерде 4 миллион 200-ден астам ақша жинап алған жағдай болады. Былай қарағанда отбасы банк енді семейный пакетті пайдаланып барып алатын болсаңыз, ол тиімді болады. Жарайды, сізде семейный пакет жоқ, сіз бір адамсыз, бір өзіңізге ғана салдыңыз. Енді сол жағдайда қарастырайық, бір адам ғана салған жағдайда. Әрине бірнеше салсақ, онда одан да керемет болады. Жақсы, екі адам салыстырайық. Бірінші өзге банкке салды, 3,5 миллион теңгені салды. Бір жылдан кейін счетында шамамен 4 миллион теңге жиналды. Орташасы, достар, бір жыл өтіп кетті. Окей, 4 миллион жиналды. Екінші адам отбасы банкқа салған, 3,5 миллион теңгені салды, ешқандай ақша жинаған жоқ. Одан кейін бұл жерде тіпті бір өзі 3 миллион 700 жинап алды дейік, бір адамға. Енді қараңыздаршы, мына 3 миллион 700 жинап алған адамның банковский вознаграждениесі 70 мың болады. Ал енді менің Instagram парақшамда, YouTube парақшамда көріп жүрген азаматтар 70 мың вознаграждениесімен оны 200-ге көбейтетін болсақ, біздің лайфхагымен, онда 14 миллионға үй алуға мүмкіндік болады. Бұл адамға айтады отбасы банк, сіз келіңіз, 7,5%-пен 14 миллионға қазір примерно 8 жылға сізге үй рәсімдеуге болады дейді. Ол не істейді? Бұған бірден 7 миллионға толтыру керек болады. Яғни 4 миллион 300-ді бірден 3 миллион 300 кешіресіз. 3 миллион 300 салып жіберетін болса, 7 миллион болады да, 7-7 қосып 14 миллионға үйін рәсімдеп, қазірден бастап, әнен төлемақы қабілеті бар болса, қазірден бастап рәсімдеп кете беруге толық мүмкіндігі бар. Ал енді басқа банкке жинаған клиент не істейді? Ол да үй алғысы келеді, ол да 14 миллион үй алғысы келетін болсыңыз, ол бірде мен де 3 миллион бірден сала аламын қазір дейді, оны 3 миллион 300 емес, 3 миллион салады, 7 болады, бірақ ол 7 миллионды отбасы банкқа салған кезде тағы да 6 ай күту керек болады. Сол кезде ғана олардың банковский вознаграждениесі 70 мың болып, сосын барып 14 миллионға үй ала алатын мүмкіндік болады. 6 ай күту керек, сосын барып ала алады. Енді өзіңіз ойлаңыз, үй алуға деп ақша жинайтын болсаңыз, қай банк тиімді болады? Өзге банк бола ма, әлде отбасы банк па? Шешімді өзіңіз қабылдаңыз.